Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода сіздерге Spotify деген приложение туралы айтамын. Бұл приложениені Google Play немесе App Store арқылы жүктеп алсаңыз болады. Бұл приложениеде өлең тыңдауға болады. Сотовый телефонға скачать етпей, осы приложение арқылы тыңдасаңыз өте қолайлы екен. Ол үшін осы приложениені ашқан уақытта осындай бет ашылады. Бұл жерге тіркелу керек міндетті түрде. Өзіңіздің туған күніңізді, жылыңызды бекітіп тіркеліп кетесіз. Толықтай барлық шарттармен келісемін дейсіз. Тіркелгеннен кейін жалпы өзіңіз қандай жанрда өлең тыңдағанды жақсы көресіз, сол әншілердің аты жөндері шығады. Осылай әрқайсысын басып, жанына галочка қою арқылы сіз осы приложение арқылы музыка тыңдаған уақытта сол кісілердің өлеңдері шығатын болады. Слушать дейміз. Бұл енді мына жерден басып тыңдай берсеңіздер болады. Видео пайдалы болса лайк басып, тіркеліп, колокольчикті басып, қолдап кетуіңізді өтінемін. Сау болыңыз.